Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі видео алдыңғы видеоға қосымша ретінде. Бүгінгі видеода біз паникалық шабуылдан құтылу жолдары, методикалар жайлы, сонымен қоса невроз деген не, невроздан қалай құтылу керек екендігі жайлы айтқым келіп отыр. Жалпы мен видеолар шығарған болатым осы паникалық шабуыл, невроз жайлы. Бірақ та адамдар маған бәрібірде хат жазады, қалай жазылсам болады деген. Сол жазғаннан кейін мен адамдарға бір схема керек екенін түсіндім, нұсқаулық. Мынаны жасау керек, мынаны жасау керек, содан кейін мынаны жасау керек деген сіздерге бағыт-бағдар керек екендігін түсіндім. Бұл видеолар барлығы менде YouTube'ымда бар. Сонымен қоса сіздер маған көп хат жазасыздар. Мен мына құлағым шынылдайды, басым ауырады, жүрегім шаншиды, менің басым айналады, көзім қарайып кетеді, ауа жетіспей қалады, шошып кетем, үрей. Симптомдар өте көп, бұл невроздың белгісі. Әр адамның симптомы әр қалай болып келеді. Әр адам әр қалай, оның организміне әр қалай болып келеді. Бірақ та осы симптомдардан арылу жолдары бір, барлығының арылу жолдары бірдей. Енді 100% бірдей деп айтпаймын, бірақ көпшілікке осы айтатын методикалар келеді. Себебі бұл методикаларды мен мысалы өзім қолдандым, анама осы кеңестерді бердім, паникалық шабуылдан толық айығып кетті. Сол бүгін сіздерге мен бағыт берем. Мынандай методиканы орындауыңыз керек. Мынандай менің видеоларыңызды көруіңіз керек. Бұлай бірінен кейін бірін бағыт беремін. Бірақ та мен сіздерге айтарым. Егер де сіз менің видеоларымды, немесе қазір айтатындарымды жай ғана кино көргендей көре салсаңыз, сериал көресіздер ғой, деп жай ғана бір рет, екі рет көре салсаңыз, сізде паникалық шабуылыңыз кетпейді. Қаламсап аламыз. Осы айтқан нәрселерді орындаймыз. Сонда ғана белгілі нәтиже болады. Сіздер маған жазасыздар, менің басым ауырады, қызым қалай жазылсам болады деген сияқты. Мен сіздерді түсінем, ол өте ауыр жағдай. Деген менде еңбек етпесеңіз, ешқандай нәтиже болмайды. Сол үшін сіздерге айтарым, менімен бірге еңбек етейік. Осы айтқан ақпаратты өзіңізден өткізіңіз, жасаңыз. Қаламсаппен жазып отырыңыздар. Себебі мен беретін қазір ақпараттар кейбір психологтар ақшаға сатады. Удай ақшаға сатады. Сіздерге айтайын, жақсы психологтардың бір сеансы 30 мың теңге тұрады. И то жақсы психологтардың. Ол сіздерге бір сеанс емес, екі сеанс емес, 10 сеанс, минимум 10 сеанс жазып береді. Қанша ақшаны шығады. Сол сонымен қоса ол жазып бере ме, жазып бермей ме ешкім білмейді. Себебі невротик адамдарды, жаңағы паникалық шабуылмен ауырған адамдар ғана түсінеді деп ойлаймын. Сол үшін менің сізге деген азғантай көмегім болсын деп, жалпы мен түсіндім, қазақтарға, менің қазағыма осындай ақпарат керек. Мен біріншіден ешқандай психолог емеспін, психиатр емеспін, маған көп жазып жатады. Мен ондай нәрселермен айналыспаймын. Деген мен қанша уақытымды, ақшамды кетіріп, энергиямды кетіріп, осы жолдарға тап болдым. Мен осы жолды Құдайға шүкір таптым. Мен сіздермен осымен бөліскім келіп отыр. Сол себепті қаламсап, мен әрине тегін нәрсе келген бағаланбайды, деген мен сіздерге бұл сыйлығым болсын, сыйлық ретінде қаламсап күнде осы методика жасау міндетті. Егерде паникалық шабуылдан арылғыңыз келсе, қалыпты өмір сүргіңіз келсе, онда еңбек етіңіз. Еңбек етпесеңіз, жай ғана көре салып, деп көре салсаңыз, ешқандай нәтиже болмайды. Ал енді достар, біз методикаға көшейік. Сіз мысалы тексеріп алдыңыз. Сіздің жүрегіңіз таза, темір, қалыпты жағдайда, гормоныңыз таза,
толығымен өкпеңізді барлығын тексеріп алыңыз. Бұл ары қарай жұмысқа өте керек нәрсе. Себебі адам тексерілмесе, мысалы, невротиктер не істейді? Өзін тыңдай бастайды. Ойбай, жүрегім ауыра бастады, немесе асқазаным ауыра бастады, ойбай, құлағым бітіп, өзін қайта-қайта тыңдай береді, ол үрейді одан әрі шақырады. Сол үшін тексеріп алған маңызды, өзіңіздің организміңізге сену өте маңызды екен. Сол бірінші методика, ол одан әрі шақыру методикасы деп аталады. Бұл методикада сіз не істейсіз? Жаңағы сізге үрей келе бастайды. Сіз өзіңізге сенімдісіз. Біріншіден, сізде барлық нәрсе таза. Қазір фломастерді алып, мынандай ақ бетке адам невроздан өлмеген деп жазыңыз. Яғни, сіз қазір мені көріп отырсаңыз, сізде невроз деген сөз ғой. Өйткені сіз тексерілдіңіз, ана врачқа бардыңыз, мына врачқа. Яғни сізде невроз. Жазып қойыңыз, адам невроздан өлмеген. Бұл дәлелденген нәрсе. Соны жазып қойыңыз. Сонымен жаңағы паника сізге келе бастаған кезде, жаңағы шабуыл, оттышка, демікпе, жүрегіңіздің тез-тез соғуы, сіз не істейсіз? Мен жүрегім таза, санаңыз кәдімгі. Мен мына жерін тексердім, өкпем таза, содан кейін адам невроздан өлмеген. Ал кел, давай кел, не істейсің ал деп жаңағы паниканы шақырыңыз. Одан ары қорықпаңыз. Бұл жерде сіз үрейге тежеу жасайсыз, үрейді тоқтатасыз. Бұл бірінші методика. Кейбір адамдарға бұл методика келеді, кейбір адамдарға басқа методика келеді. Осы видеоны 5-6 рет көріңіз, қанша көріңіз келсе сонша көріңіз, бірақ та осы методиканы жаттап алуымыз керек. Келесі методика, ол осы методика өте ұқсас, бірақ әркімге әр методика келеді. Оны да айтып көрейін. Мысалы, ол 3 минуттық техника деп айтады. Мысалы, сізге паникалық шабуыл келе бастағанда, жаңағы басыңыз ауру, анау деген сияқты келе бастағанда, бұлай өзіңізді тыңдап көрсеңіз, үрей сезімі өте шығады. Сонда сіз не істей бастайсыз? Сіз телефонды аласыз да, подружканы звондайсыз, мамаңызға звондайсыз, немесе үйге қашасыз, достарыңызды шақырасыз. Сонда ол басылып қалады. Сізге беретін кеңесім, жазып алыңыздар. Паникалық шабуыл пайда болса, осы келіп қалған жағдайда ешқандай реакция жасамаңыз. Звондамаңыз, қашпаңыз, тығылмаңыз, анандай қорқынышты одан әрі көтермеңіз. Жаңағы сіз звондасаңыз, қашсаңыз, сіз үрей сезімін одан әрі ұлғайтасыз да, сізде паника басталады. Үрей сезім келді ма, не істейсіз? Жай ғана күліп, мына менің неврозым ғой, жай ғана реакция беріп жатыр деп, ешқандай реакция жасамаңыз. Сонда сіз андай подкрепление дейді ғой, өзіңіздің неврозыңызға күш бермейсіз, подкрепление бермейсіз. Сіздерге мен бір нәрсе көрсетейін. Паникалық шабуыл, қайдан шығады? Біріншісі, қорқыныш. Қосылған фокус. Фокус деген фокусировка, сол нәрсені ойлау. Сол нәрсені бітіп ұзақ уақыт ойды. Бізде паникалық шабуылды береді. Мен почеркіме мән бермеңіз. Мына жерде қараңыз. Паникалық шабуыл неден пайда болады? Адамда қорқыныш сезімі болғанда, бұл өмір маған қауіпсіз деген. Екіншіден, фокус, сол нәрсені ойлап тұрсаңыз, сізде паникалық шабуыл пайда болады. Міне, сол себепті қорқыныш келе қалды ма, реакция бермейміз, ешқандай күліңіз. Және сол нәрсені ойламауға тырысыңыз, өзіңізге былай отчет беріңіз. Мен асқазанымды тексердім, жүрегімді тексердім, барлығы таза, мен өлмеймін невроздан. Реакция бермеңіз, ешқандай подкрепление жасамаңыз. Осы методиканы сіздердің естеріңізде жақсы сақтау үшін мен мысал ретінде берейін. Мысалға алатын болсақ,
менде осы паника басталғанда мен сестренкама звондаймын, сонда паника кетіп қалады жаңағы. Мен басында жүрегім тарсылдай бастайды, мен өліп қалам ба деп сезім пайда болса, сосын сестренкама звондаймын, паника кетіп қалады. Ал бірінші ретінде ауырған кезде менде тағы андай ауа жетіспеушілік, сондай қорқыныш сезімі пайда болғанда, мен жедел жәрдемге қайта звондайтынмын. Олар келгенде ол жоқ болып кетеді. Жаңағы келгенде паникалық шабуыл жоғалып кетеді. Айтыңыздар, ол ондай ауру болмайды ғой. Біресе бар болып, біресе жоқ болып. Неге ол ауру біреу келе қалғанда ғана менде пайда болады? Ондай ауру болмайды, естеріне сақтаңыз. Ол сізді миыңыз реакция беріп тұр. Сіз өлмейсіз. Мен жалғыз отырғанда сіздің жүрегіңіз ауырады, жаңағы тарсылдайды. Ал біреу пайда болса, ол кет қалады. Ондай нәрсе болмайды ғой, яғни сіздің миыңыздың реакциясы деп түсініңіз. Адам бұл аурудан өлмейді, ондай ауру жоқ, түсініңіз. Келесі айтатыным ол медитация. Мынандай медитация бұл находка десем болады, себебі осы медитацияны орындағаннан кейін, Құдайға шүкір, бірінші күннен кейін мен паникалық шабуылдан құтылдым. Сенесіздер ме? Бірінші күннен кейін. Бірақ та мен сіздерге айтарым, ол бірталай дайындықты қажет етеді. Мен дайындалдым, алдын ала осы медитация жайлы оқыдым. Бірақ та мен барлығын сізге бір видеода айтып беремін. Міне осы медитация арқылы мамам да осы медитация арқылы жазылған болатын. Керемет. Негізі қысқаша айтайын, қазір толық медитацияның сипаттамасына сіздерге сілтемесін беремін. Бұл керемет медитация. Жалпы бұл медитация жайлы айтатын болсақ, қысқаша айтайын, адамның миында бірнеше толқындар болады екен. Альфа, бета, тета, дельта. Оны бізге керек негізгі 3 қалып жайлы тез айтып кетейін. Міне, адам уайымдаса, адамда қорқыныш, үрей, стресс, депрессия болса, адамның миы міне мынандай толқын болады екен. Бұл тынышсыздық толқыны. Адам осындай, оның миындағы толқындар осындай болса, сізде паникалық шабуыл, невроз, барлығы осыдан пайда болады. Ал оның миының тыныштық қалпы, бұл творчествалық қалып, адамның дені сау болады. Бұл альфа қалпы деп аталады. Бұл тыныштық қалпы және қалыпты қалып. Осы қалыпқа бізді медитация түсіреді екен. Медитация арқылы мына бета қалпынан, тынышсыздық қалпынан альфа қалпына түсе алады екенбіз. Жаңағы миымыздағы үрейді азайту үшін медитация көмектеседі. Ол сіздерге айтамын, бірден сіздің қолыңыздан келмеуі мүмкін, бірталай уақытты қажет етеді, бірақ бұл нәрсе тұрады. Себебі сіз осы нәрседен құтылу үшін еңбектену керек. Сізді қорқытпай қояйын дегенмен, біреулеріңізде бұл жеңіл қолынан келуі мүмкін, біреуіңізде оңай емес болуы мүмкін. Жаңағы қай уақытта, таңертең немесе кешке жасау керек, отырып жасау керек. Барлығын мен медитация жайлы деген видеомда, жазып алыңыздар, медитация жайлы деген видеомда толық нұсқаулығын шығарған болады. Басынан бастап соңына дейін көріп шығыңыз. Сілтемесін жазып қоям. Сол медитациядан кейін, ең алдымен қай уақытта жасалады, неше рет жасау керек, неше минут жасау керек, барлығын сол видеода жаздым. Одан кейін мен екінші видеосы ол менің даусым жазылған, сол медитацияны жасаймыз. Құлағыңызға киесіз наушникпен, құлақ қабыңызбен тыңдайсыз де, таңертең немесе кешке жасайсыз. Қазір сіздерге шамамен бұл медитацияны қалай жасайтындығын түсіндіре кетейін. Дегенмен сол видеомда толығымен айтқан болатын. Міндетті түрде көріңіз, сілтемесін жазып кетем. Сіздер жазып отырсыздар деп сенемін, әрине, сіздерге сенемін. Мысалы,
әрбір дене мүшеңізді сіз сканерлеп шыққандай боласыз. Көзіңізді 10 секунд, екінші көзіңізді 10 секунд. Мысалы, жаңаға менің даусым былай айтып тұрады. Дәл қазір көзіңіз алып жатқан кеңістікке мән беріңіз. Яғни көзіңіз мына кеңістікті алып жатыр, белгілі кеңістік бар. Ойша, көзіңізбен, қолмен емес, ойша сол кеңістікке 10 секундтай сол кеңістікті ғана ойлайсыз. Көзіңіз алып жатқан мына кеңістікті ғана ойлайсыз. 10 секунд. Содан кейін 10 секунд екінші кеңістікке мән бересіз. Мына екінші көзіңіздің алып жатқан кеңістігіне мән бересіз. Сөйтіп құлағыңыз, бір құлағыңыз, екінші құлағыңыз, мұрыныңыз, аузыңыз, бетіңіз, мойныңыз, қолыңыз, денеңіз, арқаңыз, иығыңыз, аяғыңыз, сөйтіп әрбір дене мүшеңізге 10-10 секундтан арнап бір 10-15 минут уақыт кетеді. Сөйтіп тек қана сол дене мүшеңізге концентрация дейді ғой, жасап шығасыз. Сонда сіздің мына миыңыз альфа қалпына түседі. Сіздің тыныштық, жаңағы паникалық шабуыл қалпынан альфа қалпына түседі екен. Басында айтарым, бұл медитацияда сіздің ойыңыз басқа жаққа кетіп қалуы да мүмкін. Бір 5-ші класста, 1-ші класста болған, кішкентай кезіңізде болған бір ойлар келуі мүмкін. Дегенмен, қайтадан сол медитацияны ары қарай жалғастыра беріңіз. Басында қиын болады, ойыңыз кетіп қала береді. Бірақ қайтадан жалғастыра беріңіз. Сөйтіп үйренесіз. Өте керемет медитация. Сілтемесін міндетті түрде беріп қоям. 2 видеоны көріңіз. Біріншісі нұсқаулық, екіншісі менің даусым. Күнде осы менің даусымды, таңертең немесе кешке 15-20 минут жасау керексіз. Міндетті түрде. Паникадан құтылғыңыз келе ме? Осыны жасаңыз. Келесі методика ДПДК деп аталады. Бұл методиканы жасасаңыздар да болады, жасамасаңыздар болады. Мен сіздерге бір мәлімет айтайын. Жалпы адамның денесінің неменесі болады екен? Жады болады. Есінде сақтап қалу қабілеті бар адам денесінің. Мысалға алатын болсақ, сіз машина айдаған кезде басында барлық денеңізді, ойыңызды, көңіліңізді бөлесіз. Машина айдағанда ол былай күш салып айдайсыз. Ойыңызды концентрация жасап. Ал содан кейін 1-2 айдан кейін, мүмкін біреуде 6 ай болады, адамның денесі автоматты түрде үйреніп алады. Өзі телефонмен сөйлесіп жатады, кофесін ішіп отырады, басқа нәрсе жасап отырады, бірақ та машинамен қолы денесі жаттап алғаннан, тормозы қайда, ана жерді қайда барлығын жаттап алған. Яғни денеміздің өзінің жадысы болады. Мысалы, телефонды алайық, басында телефон демек, ноутбукты алайық. Мысалы, сіз басында енді ғана печатать етіп үйреніп жүрсеңіз, бүйтіп ақырындап баса бастайсыз. Содан кейін мән бермей былай жаза бастайсыз. Яғни сіздің денеңіздің өзінің жадысы бар. Сол сияқты сіздің кішкентай кезіңізде ата-анаңыз үйде айғай шу жасаса, ұрсыса, немесе кішкентай кезіңізде қатты қорқынышты нәрсе болса, ит қауып мүмкін. Әйтеуір өміріңізде қорқытатын бір нәрсе болды. Сол қорқыныш сіздің денеңізде тұрып қалған. Айналаңызда қорқыныш сезімі болмаса да, денеңіз сол сезімді жаттап алған, өйткені қайта-қайта болған, жиі болған. Немесе қайта-қайта болмаса да, сіз үшін өте эмоционалды жағдай болған. Денеңізде тұрып қалды. Сыртқы айналаңыз қорқыныш болмаса да, сіз қорқып тұрасыз бәрібірде. Содан кейін сізде паникалық шабуыл болуы мүмкін. Осы қорқыныш сезімінен құтылу үшін, прорабатывать ету үшін осы ДПДК методикасы бар. ДПДК методикасы. Осыны жасау керексіз. Жарайды, осы видеода айтып кетейін. Қалай жасайды? Жаңағы
ситуацияны немесе өміріңізде болған бір қорқынышты сәттерді барынша есіне түсіріңіз, мына жерге шығарыңыз, детальмен ойлаңыз барынша. Содан кейін екі нүкте тауып алыңыз, екі жақтан былайынан қозғалатындай. Бір нүктеден екінші нүктеге дейін жылжытыңыз көзіңізді. Сол сәтте сол қорқынышты жағдайды барынша ойлаңыз. Сонда сізде проработка кетеді. Сіз жылауыңыз мүмкін, еңіреп жылауыңыз мүмкін, білмеймін. Сол сезім қатты келіп кетуі мүмкін, шошымаңыз. Бұл жақсы деген сөз. 50 рет жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Күнде 10 күн бойы жасаймыз бір сезімге. Сілтемесін беріп кетем. Ол видеода мен кінә сезіміне мысал ретінде жазған, кез келген сезімнен құтылуға көмектеседі. Керемет методика. Жасағыңыз келсе жасаңыз. Егерде жаңағы айтқан ситуациялар болса. Ал енді келесі қадам ол әрине физикалық жаттығулар. Себебі сізде ВСД, паникалық шабуыл болса, яғни мына мойныңыздан қан дұрыс өтпейді деген сөз. Мойныңызға дұрыс қан бармайды, қан айналым нашарлайды. Өйткені сіз андай ылғи былай тырмысып жүресіз ғой, барлығы былай босансып жүрмейсіз. Тырмысып былай айтады ғой, напряженно солай жүресіз. Сол себепті қан миға дұрыс бармайды. Ол үшін бізге қан айналымды жақсартатын жаттығулар. Ол жаттығудың сілтемесін беремін. Қазір мидың қан айналымын жақсартатын жаттығулар деп аталады. Қазір өтемізде сол жаттығуды жасаймыз. Себебі мен қазір барлығын осы видеоға түсірсем, басынан бастап, бұл видео білмеймін неше сағат болып кететін. Сол үшін сіздерге нұсқаулық беріп жатырмын. Тоқтатамыз, болғаннан кейін сол видеоға өтеміз. Өте керемет жаттығу, мидың қан айналымын жақсартады. Сонымен қоса немесе қара жорға билесеңіз болады. Немесе қара жорға. Өйткені былай қозғалған кезде мына жердегі тамырларға қан бару жақсарады. Немесе кавашоки деп атады. Кавашоки ол йоганың бір түрі. Сонымен де айналыссаңыз болады. Тағы басқалар. Ал достар, басынан бастап қайталайық. Сіздер не істеу керексіздер? Ең бірінші міндетті түрде үрей келгенде, паникалық шабуыл келгенде ешқандай реакция бермейміз. Бұл 3 минуттық техника деп аталады. Себебі 3 минуттың ішінде үрей кетіп қалады. Ешқандай реакция бермейміз. Досыңызға звондамайсыз, мамаңызға звондамайсыз. Жай ғана сол үрейді сезініңіз, бар. Содан кейін санайсыз, мен жүрегімді тексердім, ана жерімді тексердім, мына жерімді тексердім, мен өлмеймін деген сияқты. Екінші методика ол керісінше шақырасыз үрейді. Ол методика таныстық. Үшінші міндетті түрде медитация. Медитациясыз кетпейді. Медитация міндетті. Төртінші ДПДГ. Егерде өміріңізде қорқынышты жағдайлар болса, немесе өмір бақи қорқып жүрсеңіз, ДПДГ деген методика жасаңыз. Астына атын жазып қоямын, ДПДГ деп. Келесі ол физикалық жаттығу. Осы бесеуін жасасаңыз, симптомдарынан иншаллах құтыласыздар. Маған мысалы жеке өзіме жақсы көмектесті. Жоғарыдағы айтып өткен ол невроздың симптоматикасынан құтылуға көмектеседі. Егерде сізде паникалық шабуыл болса, сіздің структураңыз невротик. Сіз невротиксіз. Бірақ та невротик. Сіз паникалық шабуылдан құтылдыңыз, сіз невротик болмай қалдыңыз деген сөз бе? Жоқ. Сіздің структураңыз невротик. Келесі видеомда невротиктер жайлы айтамын. Иншаллах, невротиктер жайлы айтамын. Олардың структурасы, ары қарай жалпы өмірде қалай ойлау керек, қалай установкаларымызды өзгерту керек жайлы айтамын. Дегенмен сіздерге осы аптаға осы видеоны салып қоямын. Жақсылап, өзіңізден өткізіңіз, методикаларды жасаңыз, ақпаратты толығымен сіңіріп алыңыз. Содан кейін, иншаллах,
бір аптадан кейін невротиктер деген кімдер, установкалармен қалай жұмыс істеу керек жайлы айтамын. Себебі жаңағы айтқаным ол симптомнан ғана құтылу, симптом. Бірақ неге сізде паникалық шабуыл пайда болды? Өйткені сіз невротиксіз, неврозсыз де. Осыдан арылу жолдарын мен келесі видеомда айтатын боламын. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарнын тіленбей демекші абай атамыз. Осы методикаларды ерінбей орындаңыздар. Паникалық шабуылдан құтылғыларыңыз келсе, күнде осы методикаларды орындаңыздар. Жаңағы айтқан видеолардың барлығын көріп шығыңыздар. Өйткені мен сіздерге шынымен көмектескім келеді. Жақсылықта жүздесек, қош сау болыңыздар. Осы видеолар топтамасының 3-ші бөлімін күтіңіздер иншаллах.